Assalamualaikum dostlar. Қалайсыздар, аман есенсіздер ме? Достар, біз сіздерге әдеттегідей футбол ақпараттарын жеткізетін боламыз. Ал сіздер болса, біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, әрине комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз болсақ әдеттегідей жаңалықтарымызды бастайық. Пеп Гвардиола сәтсіз маусымнан кейін Манчестер Ситиді қайта құруды қолға алды. Өзгерістер тіпті жаттықтырушылар штабына да әсер етпек. Сити испандық маманға көмек ретінде Юрген Клоптың бұрынғы көмекшісі Пеп Ленстерді шақырмақшы. Ленстердің жеке жаттықтырушы ретіндегі мансабы әзірде ойдағыдай өрбімеді. Оны Альсбруктен чемпиондар лигасындағы сәтсіздікпен ұлттық чемпионаттағы екінші орын үшін жұмыстан шығарып жіберді. Соған қарамастан ол мықты маман болып қала бермек. Манчестер Ситиде ол әсіресе Ливерпульде жинаған тәжірибесі мен тың көзқарасы арқылы пайда болады. Команданы күшейту үшін жаңадан жақсы трансферлер жасауға дайын. Diaria Sport мәліметінше, Манчестер Сити Миланға Рейндерс көздеген жартылай қорғаушы үшін 80 миллион евро ұсынған, бірақ рассенилер өз жұлдыздарымен қоштасқысы келмей отыр. Қалалақтар бұл футболшыны Гюндаганның жас нұсқасы ретінде көріп отыр. Дегенмен әмбебаптығы жағынан Гюндаганға жете алмайды. Жас талант Миланда қазір өте жақсы деңгей көрсетіп жүр. Енді соған қарамай Манчестер Сити қызығып отыр. Енді Манчестер Сити Гвардиола қалаған ойыншыларды алып береді. Сонымен қатар Манчестер Сити Лионның ойыншысы Райан Шаркимен келіссөз бастағанын Фабрицио Романо хабарлады. Клуб Кевин Де Брюйнеге ауыстыратын жаңа ондық іздеуде. Шарки басты үміткерлердің бірі, ал Ноттингем Форесттен Морган Гибс Уайтты алу идеясы әлі іске қосылған жоқ. Шарки өте дарынды футболшы, бірақ ұзақ уақыт финт жасаумен шектеліп жүрді. Осы маусымда ол футболдың тек қарсыласын алдаумен тұрмайтынын, гол соғы мен гол жібермеудің маңызды екенін түсінді. Сөйтіп бірден Лига 1-дегі үздіктердің біріне айналды. Дегенмен ол допсыз ойында әлі де әлсіз. Ал Манчестер Ситидің прессингіне әлсіреу клубтың ойынның нашарлауындағы негізгі себептердің бірі. Бұл трансфер іске асуы мүмкін. Манчестер Сити Лион қалаған ақшаны беруге дайын. Шарт енді жақын арада Манчестер Сити ойыншысы болып қалады. Ламин Ямал Барселонамен жаңа келісім шартқа отырды. Оның жалақысы туралы ақпарат әртүрлі болды. Алайда футболшының әкесі Мунир Насрай бәрін әшкерелеп қойды. Ол Instagram парақшасына ұлымен түскен суреті және 19,3 деген жұмбақ санды жариялады. Бұл көрсеткіш көпшіліктің сенсек те сенбесек те бұл Ламин Ямалдың жалақысы деген ақпараттар да таралып жатыр. Футболшының әкесі дұрыс деп жатыр ма? Не істеп жатыр? Бұл дұрыс емес. Тірлік клуб босқа емес, жалақы туралы ақпаратты құпия сақтайды. Бұл ең алдымен команда ішіндегі атмосфераны сақтау үшін қажет. Бөлмеде қызғаныш пен реніш туындауы үшін. Ал әкесінің мұндай деректерді жариялауы өте әрі клубқа, әрі өз ұлына зиян. Бұл айтпақшы оның бірінші рет жасап отырған әрекеті емес. Ламин Ямалдың әкесі 40 жасқа толмаған, енді ақылы кірмеген шығар. Бұндай тірлікті істеуге болмайтынын әлі күнге дейін түсінбеген шығар. Ал енді сіздер мына ақпаратты қараңыздар. Мұнда Депортиваның мәліметінше Ямал өзі Барселонадағы ең қауіпті ойыншы екенін, пас беру мен шабуылды шиеленістіру қабілеті бойынша үздік екенін жақсы түсінеді. Ол бұл бағытта тез дамығысы келетінін Ханси Фликке ашық айтқан. Ямал келесі маусымда бапкерден өзіне көбірек ойын уақыты беру мен оның матчтан кейін жиі алмастырмауын талап етіп отыр. Себебі матч соңында қарсылас қатты шаршап, қорғанысты бұзуы оңайырақ болады. Бұл гол соғуға әсес беруге мүмкіндік деп ойлап жатыр Ламин Ямал. Сонымен қатар келісім шарт жасасу кезінде Ямал, Рафинья, Ферран Торрес және Роберт Левандовскимен бірге пенальти мен стандартты жағдайларды орындаушылар тізіміне енуде мықтап талап қойды. 17 жастағы ойыншы клубқа талап қояр деген оғаш көрінуі мүмкін. Бірақ Ямал бұл жастан-ақ жарқырап шықты және өзінің принциптарын айтып жатыр. Ламин Ямалға респект еді, өзіне не керектігін командаға ашық түрде жеткізіп отыр. Келісім шартқа қол қойды, бірақ енді ашық түрде жеткізіп жатқан жоқ. Ламин Ямалдың әжесі Фатима Испанияда емес екен, енді ол күткенін қалайды. Ол келгеннен кейін ресми түрде жариялап суреттерге түседі екен. Енді Ламин Ямал әжесінің баласы. Маркус Решфорд Астон Вилладан кейін Манчестер Юнайтедке қайта оралды. Алайда ол өзінің туған клубында ұзақ қалмайды. Клуб басшылығы оны сәтті жалға беруден кейін енді тиімді сату арқылы бюджетті қомақты қаражат түсіруді жоспарлап отыр. Решфорд Барсаға барады. Оның агенті кеше документ кездесті деген ақпараттарда қазіргі уақытта көп таралып жатыр.
Diaria Sport мәліметінше команданың бас бапкері Hans-Dieter Flick бұл трансферге рұқсатын беріп қойған. Енді Барселона клубы ақша беріп Маркус Решфордты өздерінің қатарларына қосуға дайындалып жатыр деген ақпараттар да қазір көп. Деко ең алдымен Луис Диасты алғысы келген еді, бірақ клуб қаржы жағынан оны сатып алуға қауқарсыз екенін түсініп бұл идеядан бас тартып отыр. Лапорта қанша табыс туралы айтқанымен шын мәнінде Барселона әлі де бай клубтардың қатарында емес. Енді команданың қаржылық жағдайы баршамызға мәлім. Луис Диас командаға келмейді. Ең максимумды енді бұл Маркус Решфордты өздерінің қатарларына қосып алады. Барса оны сатып алып құқығымен жалға алғысы келеді. Яғни егер Решфорд Астон Вилладағыдай ойнап кетсе, сонда командаға алады. Ал Манчестер Юнайтед клуб болса оған қарсы. Барсаға айтып жатыр, енді алатын болсаңдар сатып алыңдар. Біз сендерге ешқандай жалға беру деген тема жоқ деп жатыр. Енді Маркус Решфорд қазіргі уақытта өте талантты ойыншылардың бірі. Енді Барсаға барса ашыла ма, Астон Вилладағыдай ашылмай ма? Ол да қазіргі уақытта белгісіз болып жатыр. Алайда бұл трансфердің пайдасына жұмыс дейтін бір жайт бар. Решфордтың жеке таңдауы. Ол Барселонаға ауысуды өткен жаздан бері армандап келеді. Қыста MU-дан кетуді соңына дейін созып, Каталониядан ұсыныс күткен. Барселона үшін қаржылық тұрақсыздық болғандықтан енді ол Решфордты ала алмады. Қыста енді Астон Виллаға баруға мәжбүр болды. Енді Астон Вилладан қайтты. Барсаның командасының бас бапкері Hans-Dieter Flick рұқсат бергеннен кейін Решфорд енді Барсаға барамын деген үмітте отыр. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Маркус Решфорд Барселонаға барғаннан кейін қандай позицияда ойнайды? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, білесіздер, ертең Чемпиондар Лигасы Пари Сен-Жермен және Интер арасындағы ойын. Қарап жатсам, басқа каналдарда бірден келер ұйымдастырып жатыр екен. Біз де бірден ұйымдастырып жіберейік. Енді ертеңгі ойынға біз 20 мың теңге ойнатамыз. Ол үшін 20 мың теңгені жеңіп алу үшін, конкурс болу үшін осы видеоға 500 лайк жиналу керек. Енді лайк жиналмай жатса, үйдегілердің телефонмен лайк басасыздар ма? Оны білмейміз. Осы видеоға 500 лайк жиналуы керек. Және де ертеңгі видеоға комментариясына финалдағы ең соңғы голды кім соғады, соны жазасыздар. Сонымен енді сіздер жеңімпаз боласыздар. Есепті жазасыздар және ең соңғы голды кім соғады, соны жазсаңыздар болды. 10 мың теңгеден 2 адамға 20 мың теңге ойнататын боламыз. Николас Джексон конференциялар лигасының финалында бірнеше керемет мүмкіндікті пайдалана алмай ойынның сәтсіз кейіпкеріне айналды, бірақ соған қарамастан ол бәрібір бір гол соқты. Матчтан кейін Ден Смареска шабуылшыны мақтай қойғаны жоқ, енді бірақ мақтауға мәжбүр болды. Джексон жақсы ойнады, гол салды, ол командамызға керекті ойыншы деді. Джексоннан басқа тағы бір ойыншы бар, Марк Ю деген, олары тұрақты деңгейде командада ойнап жатқан жоқ. Тағы бір ойыншы бар, Нкоку деген, бұл да бір тоғыздықтардың бірі. Енді бұл ойыншыға команданың бас бапкері сенім артпағандықтан командадан кететін ақпараттар да қазіргі уақытта таралып жатыр. Осыған байланысты Ипсвичтен Лиам Делапқа көз түсті. Бұл трансферді Флориан Плеттенберг пен Фабрицио Романо растады. Делап Челсиге көшуге келісімін беріп қойған. Манчестер Юнайтед, Милан және Эвертон секілді клубтардың ұсыныстарынан бас тартады. Делап деген ойыншы Челсиге барғысы келіп өліп баратқан жоқ. Бұл енді Маресканың қолында. Келесі маусымда біз Чемпиондар Лигасында өнер көрсетеміз деп, сол үшін ғана барып жатыр. Енді Делаптың өзде миы жасайтын футболистқа ұстап жатыр. Енді әрбір футболшы Чемпиондар Лигасында өнер көрсеткісі келеді. Келесі маусымда енді Джексон мен Делаптар негізі құрамға таласатын болады. Енді Ипсвичтен кетіп қалды. Манчестер Юнайтедке баратын ақпараттарда болған. Енді Манчестер Юнайтедке бармаса, Юнайтед өздеріне тағы бір тоғыздық іздеп, тоғыздық қарастырып отыр. Қазіргі уақытта Манчестер Юнайтедте дені дұрыс тоғыздықтың өзі жоқ деп айта аламыз. Енді олар қызығып отқан ойыншы бұрындан бері ол осы Виктор Осимхен. Виктор Осимхенті Хейлундтың орнына алғысы келеді. Осимхен болмаса, Джонатан Дэвидті командадағы қосқысы келеді. Енді Осимхен құдай қаласа дегенді Манчестер Юнайтедтің жанкерлеріне айтарым, осы Осимхен келсе жақсы болар еді. Командадағы Хейлунд деген бәле берекетті алғаны баршамызға мәлім. Алдыңғы видеода жасырған ойыншымыз Йошка Гвардиол еді. Осы оқырмандарымыз алғашқыларының бірі болып тапқан еді. Міне бүгінгі жасыратын ойыншымыз назарларыңызды Урвен оңай деймін, енді табастар деген үміттемін.
Ал достар, бүгінгі жаңалықтарымыз осы. Енді арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді конкурс жайлы естеріңізге тағы да сала кетейін. Лайкты аямаңыздар. 500 лайк болмайтын болса, немесе 490 лайк болатын болса да конкурс өткізілмейді. Сол себепті лайкты аямаңыздар. Лайк деген. Сол үшін арнаға тіркелеміз. Колокольчикті міндетті түрде басамыз, қарап қойыңыздар, және де лайк басуды ұмытпайық.